tutib atqaruda kullimizga barchamizga nasib etsin inshaalloh. Қазір Inshaalloh. сізге өте қуаныштымын сізді көргеніме. Негізі сіздің ғибратты ғұмырыңыз біздің әрбір қазақ қаракөзге бұл кәдімгідей өміріне бағдаршам болатын өте тұнып тұрған хикмет. Сондықтан осындай асыл анамызды, асыл әжемізді алақанына салып жүрген ақжаулықты өзіміздің қазақ аналарымыз. Мінекей соның бірегейі ұлтанасы жобасының авторы Қарлығаш Бекбатшақызы бізде бүгін қонақта. Қарлығаш ханым, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет, қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Айша ханым, бүгін бізді шақырғаныңызға көп рахмет. Осындай бір қасиетті Рамазан айына кіретін күні мынау Қария апамызбен бірге студияға шақырғаныңызға көп рахмет. Алла тағала істеріңізге береке берсін. Рахмет сіздерге. Осындай ерекше подкаст, бұл ұлт анасы, бұл ұлттың мүддесі, ұлттың берекесі. Бұл подкасттың атын қалай айтсақ та, бұл шынымен ең бастысы қасиетті Рамазанда қазақ халқының берекесі артсыншы деген ниетпен осындай Алла тағала нәсіп етіп отыр. Сондықтан апа, бірінші сіздің қасиетті Құран оқуыңыздан бастасақ. Бисмиллахімізді. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا والوالدين والأستاذنا والأستاذنا والأمهاتنا والأولادنا والمشايخنا والأنبياء والمرسلين وختم النبيين والأقربائنا والأصحابنا والأزواجنا والذرياتنا والإخواننا والأخواتنا والأصدقائنا وأحبائنا وأساتذتنا وصغيرنا وكبيرنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا والأنثى والجميع المؤمنين